Қайырлы күн достар, бүгін осындай керемет 2-ақ жұмыртқадан Спартак тортын дайындаймыз. Өте жұмсақ болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Тағы да көп рецепттер болады, видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Жаңа видео шыққанда міндетті түрде шығып тұрады. Ең алдымен құрғақ заттарымызды, осылай ұнымыз бен какаомызды електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып аламыз. Содан соң жұмыртқамызды, қантымызды, сұйық майымызды және мьотты, балымызды жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массамызды вареный баняға қойып аламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Және де бір қасық ас содамызды саламыз. Кішкене суыған соң ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Өте жұмсақ қылып қамыр илеуіміз қажет, қолға жабыспайтындай. Қамырымды иледім. Осындай болып шығады. Өте жұмсақ болып шығады. 5 бөлікке бөліп аламыз. Осындай пергамент қағазға алдын ала сызып алдым. Өздеріңіз сызып алсаңыз да болады, сызбасаңыз да болады. Енді қамырымызды жаямыз. Менде диаметрі 22 сантиметр. Мен қамырымды жайып алдым. Енді 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Тез піседі. Қарап тұрсаңыздар болады. Тез-тезден ашып. Осындай кольцоменен кесіп аламыз. Сіздерде жоқ болса, тарелкамен де кесіп алсаңыздар болады. Шетіндегі қалғандарын ұнтақ қылып езіп аламыз. Өте жұмсақ болып шығады корждары. Кәдімгідей аузыңызда еритін болады торт. Енді кремімізді жасап аламыз. Менде сливкиім 30%. Енді сахарный пудрамызбен жақсылап араластырып крем жасап аламыз. Кремге қойылтылған сүт, яғни сгущенка қоссаңыз да болады. Мен қосқан жоқпын. Осындай болып шығады. Қоюланғанша араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинаймыз. Шамамен креміміз 2,5-3 қасықтай кетеді. Енді тортымызды бәрін міне жинап алдым. Содан соң 1 сағатқа немесе жарты сағатқа холодильникке қойсаңыздар болады. Мен қойған жоқпын. Асығыс болған соң тез-тезден осылай алдым. Енді крошкамызды беттеріне себеміз.
торттарды өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай сахарный пудра септім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мінекей тортты негізі 3-4 сағатқа холодильникке қойған дұрыс. Мен қоймай осылай кесіп көрсеттім. Көбіне қыздар осылай асығып жасайды да, сосын дұрыс шықпай қалады деп жатады. Осылай асықпай тортты холодильникке қойған дұрыс. Ал енді менде 5 сағат тұрған торттың кесілуін қараңыздар, өте кремі сіңіп күшті болып шығады. Өте жұмсақ, аузыңызда еритін торт болады, жасап көріңіздер.